өмірі қысқа олса да, чешет түрлі ішлербе әрекетлерінен толу еді. Абдурешит Медиев 20 асырда Қырым татар халқының милли текленілігінде бұйық роль ойнады. О 1880 сенесі Қырымның чөл бөлгесінде Фукаре бір көйлі қорантасында дүнияға келді. Бабасы ода 10 яшында екенде илек олды. Бұ ағыр вақытларда қорантаға ярдым етмек үшін, о вақыт Оджа кележекті есе белді Қырым татар сияси әрбабы Али Боданинский келген еді. Оғланчық адет ұзре Қырым татар оқып юрты мектепні бітірген сон, Боданинский Абдурешитні өз парасынен оқымақ үшін Ахмеджетнің татар Оджасы мектебіне йоллады. Оғлан бұ оқып юртыны мүкеммеллікнен бітірген сон, Эрмени базарда Оджалық вазифесіні бежермеге башлады. Çok geçmezden Медиев Қарасу базарға көчіп Оджалық етмеге девам етті. 1905-1907 сенесі yüz берген Рус инқилабы девамында джими сияси фаалиетінен берақлана. Вақыт кечтікче Медиев Қырымда белді сымалардан бері ола. Өзінің джими фаалиеті үшін атта бір сефер тұтылған. Ақмежит апесханесіне түшкен еді. Андан о инқилаб қараманы унванынен тезден азат етілді. Медиев Қырым татарларны Русияде çalışқанларнен бірлештірмек ғаясынен янып туташа екен. Бұ оның фікірінже инқилаби демократик күчлерінің бірлешмесінен милли әрекетні даады күчлештірмесі керек еді. Медиевнің яңы әрекетінің тешкілей меркезі Ветан Хадимы газетасы олды. Бұ газета көйлілерінің топраққа сайып олма аққыны көтерген бірінші Қырым газетасы олған. Газетаны маневиеве мадди жиеттен Қырым татар ожалары дестеклейеділер. Не язық ке газетаның өмірі ұзын олмады. 2,5 ел çalışқан газета 1908 сенесі күзде Чарлық үкіметі тарафындан қапатылды. 1917 сенесі Қырым татар инқилабының лидерлерінден бірі Амет Өзенбашлы Ветан Хадимы газетасының фаалиетіні аңлатқан вақыт бойлы айтқан еді. Ветан Хадимы жанлы теселлі, кедерлі халқның рухыны көтеріп тазелеген бір мен баадыр. Көйлілер арасында топрақ үшін күреш. Қырым татарларының ана тілінде орта мектеп açma аққы ile бағлы истеклері. Рушдиеге кіріф үшін ярдымлар. Қадынларының тасил алуф аққы. Бұларның епісінде не қадар чоқ күч, тазелік ве жан бар. Не язық ке бұ тазе филис білінмеген вақыт қажы кесілмекте. Қырым татар милли әрекеті үшін топрақ суалі en ağır suallerden biri oldu. Da 1783 senesi Kırım Rusiya Çarlığı tarafından işgal etilgen son, Kırım tatarlarını topraktan marum bırakma siyaseti o günlerde özünün apogeyine erişken edi. Bu ise Kırım tatar köylülerinin daha da çok fukarileşmelerine sebepçi oldu. Да genç yaşında ekende Abdureshit Mediev özünü mükemmel teşkilatçı ve siyasi erbab olarak tanıttı. Gerçekten aytacak olsak, Mediev özünün itibarını sözlerinden değil de hareketlerinden kazandı. Misal olarak Qarasuv bazarda o Cemiyet-i Hayriyet degen Müslüman Hayriyet teşkilatı Milli Kitapkhane Mektep Rujdiye kurdu. Медиев istidadlı Kırım tatar gençlerini çetelge okumağa yollay edi. Tesadüf olmasa gerek ki, Qarasuv bazar sakinleri 1906 senesi Abdureshit Mediyevni yerli şehir idareciligine seçeler. Anda da o, şehir hocalığı inkişafı sahasında büyük muvaffakiyetlerge erişe. 7 fevral 1917 senesi onu Devlet Dumasının ikinci çağırıvına
Таврия Сечим губерниясындан, яғни Қырымдан сечелер. О мұсылман фракциясына кіріп, оның кәтібі оларақ тайынлене. О бірқач дума комиссияларына да кірді. Бұ шахсиет тоқынулмазлығы, алыш-веріш ве эснафчылықта хизметчілерінің нормаль ратланмасы ве халық тәсілі комиссияларыдыр. Сонки комиссияда Медиев милли мектеплерде тыл бойынша дерслер беру суаллері бойынша комиссия кәтібі вазифесіні бежерді. Мерақлысы шунда ки, сечімлерде ғалебені она Таврия губерниясының, яғни Қырымның шимали бөлгесінде Украин ве Рус сечімжелері қазандырды. Devlet Думасында Медиев суыз пызды келеді. О Таврия сарайында өткерілген топлашуларда трибунадан бір чоқ резонанслы чығышларда болынды. Бұл чығышлардан бірі 15 март 1907 сенесі сеслендірілген еді. О Русияның проблемлерінден бірі ішсізлік мевзусына бағышланды. Дума трибунасында чығышы Ветан Хадимы газетасында мақалелер оны садыжы Қырымда мешур yapmadı. 1907 сенесі аграр суаліне бағышланған чықышы бүтін Русия тарқалды. Ве Дума депутатлары тарапынан дестекленді. Дебатлар девам еттікче, халқның талаплары огумызге да парлақ пейда ола. Ве анлашыла ки, топраққа, оның üzerinde çalışkanlarga emir бергенлер дегіл. Башқаларының емеги üzerinde бақтыны құрғанлар дегіл. Бұ топрақта çalışып, өзінің теріні төккен инсанлар сайып олмалы. Тарихи малюматларға көре Абдурешит Медиев Қырымда, Оренбург ве Уфим бөлгесінде топрақ хырсызлығы ile бағлы бір чоқ весиқаларны ашыкар етті. О, Дума векеллерінің диққатыны Қырым көйлілерінің ағыр вазиетіне ве топрақсызлық проблеміне желп етті. Петербургта Медиев Дума диварлары тышында маарифчилик ненде уграшайды. Мусульманлар ве Дума виждан сербестлігі ве мусульманлар деген ишлер азырлады. Русияда мусульман мектебі деген Марузанен Медиев юқары сербест оқу йортында чығышта болынды. Тарихи адиселерге бақар екенде Абдурешит Медиев дини мектеп, яғни мектеп руждие юртларының деңіштірілмесі ләзім олғанына қанаат кетірді. Айтқанына көре Қырым татар мектеплері тамырдан реформаларға мұқтач. Мектеп анда қолай кіре білме ве елверішлі принциплеріне эсасланмалы. Devlet Думасының екінші чағыртуы Чарлық тарафындан дағытылған сон, еркес Медиевнің үшінші Devlet Дума чағыртуына кірмек үшін сечімлерде иштирак етежегіні түшінген еді. Чүнки оның саяси фаалияты пек мешур ве дигер партилер тарафындан дестеклене екен. Ләкин Медиев сечімлерге қошылмады. О Қырымға кетмеге сечті. 1907 сенесінден башлап Медиев Қарасу базар шер рейсі олды. Оның бұл мақамда болынғаны вақыт шерді электростанция Медениет еві құрылды ве инсанлар соңнен тіменленді. Қарасу базарда о кележекті улу алим, түрколог, шайыр олажақ Бекир Чубанзыданың ожасы еді. Айнен Медиев Чубанзыданы Жемиет Хайрия фонду парасынен Стамбулға оқымаға yolлады. Медиев театр саналарында спектакльлер қоя еді. Анда мектеп талебелері ве Қырым татар зиялылар темсилчилері роль алған. Хусусан Медиев тарафында Ахмет Жевдетовның Шейх Синан адлы спектаклі театрлерде дүния юзыны көрді. 1907 сенесі ноябрь айында Ветан Хадимы газетасы өзінің ішіні битерген соң, о мұсылманның сесі газетаны аптада 2 кере дерч етмеге башлай. Оның мақалелері Каспий адлы Бакин ве Мұсылман адлы Париж газетасында дерч етілеген. Не язық ке, бұл ажайып инсанның өмірі ұзын сүрмеді.
О 1912 сенесі майыс айында туберкулез хасталығынан вефат етті. Мен Бияна, невбеттіки программамызда көрішкенде.